Hürmetli қазақ елі, hoş geldinizler. Biraz bugün көп уақыт болды. Қазақ елінің басынан қайғылы қасірет өтті. Соған сол туралы біздің елімізде үш сұраққа жауап берейін деп едім. Мен көп нәрсе жазған жоқпын. Бұл жаңағы атыс, қақтығыс болып жатқан кезде, себебі оның үстіне бір нәрсе жазып, жаңағы от үстіне май құйғандай болмасын деп, мәселенің анық-қанығын түсініп алғаннан кейін барып бір нәрселер айтайын дедім. Одан кейін болған мәселелердің бәрінде Еуропа қазақтары деген топқа бөлісіп отырдым. Халықта білсін не болып, не қойып жатқан жағдайын. Ол кезде кім екен, кімменен атысып жатқан, кім екені белгісіз болды. Ал осы кезге шейін белгісіз, бірақ көп нәрсе белгілі болып қалған сияқты. Осы тікелей эфирмеге шығып, осы қазақ халқының басынан қайғылы қасіретке жаңағы осы жолдағы қайтыс болып кеткен кісілер топырақта толғаусын деп айтқым келеді. Енді қайғы, уайым бәрімізде бір ғой. Қазақ сыртта да жүрсе, ішінде жүрсе, қазақтың бұл мәселе болғаннан кейін қайғысы, уайымы бәрі бір екенін түсіндім. Біздің Еуропада жүрген көп қазақтар күнделікте олар ешбір Қазақстан менен бір араласып, Қазақстан туралы бір нәрсе жазып, бір нәрсе айтпайтын еді. Бірақ бұл мәселе болғаннан кейін бәрі шулап шықты. Барлығы шулап шықты. Неге десеңіз, бәріміздің туысымыз бар, ағайынымыз бар, атамекен Қазақстан деген жеріміз бар. Сол кезде белгілі болды. Сыртта жүрген, күнделікте дым үндемей жүрген қазақтарда бір нәрсе болып қалса, атамекенге оларда ол нәрсеге ортақ екенін, ащысынан да ортақ екенін, тәттісіне де ортақ екенін мәлім болды. Біз Еуропада қазақтар жиналып, жаңағы үндеу жасадық. Болып жатқан мәселелер тоқтатсын деген сияқты, жаңағы сырт елден келген шақырып алған әскер тезірек елден кетсін деген үндеу жасадық. Біздің де Еуропадағы бір жағындағы қайғырсақ, екінші жақтан қазақтардың басы қосылғандай болып қалды. Енді бұдан бұлай да жатып қалмайды деген ойдамын. Күнделікте өзінің сөзін, насихатын, Еуропада білімі болса білімін, басқа жақсы ой пікірі болса қазақ еліменен бөлісіп бірге тұрады деген ойдамын. Сол бәріміз енді ешқашан саясаткер емеспіз, бірақ әр нәрсеге, елде болып жатқан нәрсеге өз ой пікірімізді айтып, осындай нәрселерді болдырмау үшін біз міндеттіміз деп ойлаймын. Неге десеңіз, бәріміздің туыс ағайынымыз бар екенін белгілі. Сол үшін мен біраз ойланып, толғанып, талай кісілерменен сөйлесіп, осы не болды деген нәрсеге бір анықтама айтып кеткім келеді. Өз ойым, өз пікірім, әрине келісетін адам бар, келіспейтін адамдар бар. Сөз еркіндігі болғаннан кейін бізде Еуропада әркім өз ойын айтады. Қалайтын жеріңіз болса қалады деп мақұлдайсыз, қаламайтын жерің болса дұрыс емес деп айтып жазсаңыз, мен де қате болса, мен де өз жағымнан жөндетемін. Сөйтіп біз әрқашанда халық диалогта болу керек, бір-бірімен сөйлесу керек. Біз анадан туған кезде бәр нәрсені біліп тумаймыз ғой. Одан кейін бір-бірімізбен сөйлесіп, мектепке барып, ақылдасып, ойласып үйренеміз бір-бірімізден. Сөйтіп, ең бастысы, жаңа Еуропа сыртта жүрген қазақтар болсын, Қазақстанда болсын, бәріміз сөйлесіп тұрайық, елдегі болған жағдайды айтып тұрайық. Сол міндетім деп ойлағаннан кейін, және бүгін біраз ой пікірімді жинап алғаннан кейін, сізменен Қазақстанда не болды деген нәрсені талқылап өткенге, одан кейін не үшін болды деген нәрсені айтқым келеді. Келешекте
не болмақ деген нәрсені айтқым келеді. Осы үш нәрсе. Не болды, не үшін болды, және келешекте не болады деген өз пікір ойымды ортаға салып тастағым келеді. Ал мына нені комменттеріңізді жазып отырыңыздар, және басқа топтарға таратып отырыңыздар, басқа достарды шақырып отырыңыздар. Неғұрлым жаңағыда айтқандай, неғұрлым біз сөйлессек, біріміздің ішіміздегі қайғыны, жаңағы бақытты шағымызды, бақытсыз шағымызды бөлісе берсек, соғұрлым біз келешекте жақсылау халық, жақсылау мемлекет боламыз деп ойлаймыз та. Ал бұл жерде не болды деп ойлағанда, бірінші сұрақ. Бірінші, халық өз құқығын 30 жыл тапталып тұрған өз құқығын сұрау үшін алаңға шықты. Ол халық, таза халық еді. Бірақ мәселе контролден шығып, өрт болып, адамдарды атыс өлтіріп, жаңағы кәдімгідей соғысқа айналып кеткен, бұл екінші бөлік. Бұл мемлекеттің ішінде, өз биліктің ішінде өзі менен өзі соғысып жатқан бөлек бұл. Оны біз айыруымыз керек. Халықтың өз құқығын сұрауы менен биліктің өз ішіндегі проблемасын бұны халықтың жаңағы көтерілісін қолданып, жаңағы битинге шыққанын қолданып, өз құқығын сұрауға үшін қолданып, биліктің ішінде шіріп жатқан билік бір-бірімен қақтығысқа түсті. Бұл менің өз ойым, осылай деп сараптама жасасам, ақыл ойымда бәрі осыған келіп тұр. Бұл халықты бұл жерде менің ойымша ұстап, сабап, жаңағы неғылған, бұл дүние жүзінде, әлем жүзінде адам құқығына жатпайды. Бұған қазір мына Еуропа, басқа әлем жаңағы адамды құқықтары жөнінде бейжай қарамайды, бәрі газеталарға жазып жатыр. Адамның құқығын тапталғанына. Бұл келешекте Қазақстанның мына билігінің басына үлкен бір қысым болады. Бұл анық. Неге десең, адамның құқығы тапталды бұл жерде, бұл анық. Бұл халықтың жағында сырт елдік күштер бар бұл жерде. Сіз енді қандай қиындық көрсеңіздер де, енді бір сырт елдегі ақпарат бәрі халық жағында. Бұл биліктің ішіндегі жаңағы соғыс болды. Бұл ал не үшін болды дегенде, ендігі жауапқа мен мынандай бір сызба жаздым. Жаңағы бұл сызбаны сізге көрсетемін. Өздеріңіз білесіздер, мен Фейсбукке де бір жыл бұрын осыдан жазған едім. Билікте 4-3 тармақ бар. Егер мына бақты есептесек, бақ менен 4 тармақ болады. Бақ, билік менен халықтың ортасындағы көпір. Бұл енді биліктің негізгі тармағы 3 тармақ болады. Заң шығарушы тармақ болады. Жаңағы парламентта отырған кісілер заң шығарады. Атқарушы болады. Жаңағы биліктің өзі және сот болады. Сот. Негізінде бұл 3 тармақ демократиялық елдерде үші сақталған, үші өзінің жұмысын істейді. Мысалға, сот. Егер бір министр жаңағыдай заңсыздық жасаса, сот оны соттайды. Мен оны осы Facebook парақшамда да жазып жүрдім. Мысалға, осы жақын арада біздің жаңағы әділет министрлігі сотталды. Себебін да жаздым, Facebook'тен қарап боласыздар. Министр сотталып кетті 6 айға, одан кейін бүкіл парламенттағы жаңағы отырған кісілер бәрі айтты, бұл министрді деп біз басқа парламентта өзімізмен бірге отыруды қаламаймыз деп, оны абыройы кетті. Былайынша қарағанда, Қазақстанмен салыстырып қарағанда, оның министрдің заң жасаған заңсыздығы түк емес. Түк емес. Жаңа Қазақстандағы болып жатқан мәселемен салыстырып. Бірақ сонда да осындай кіші нәрселерден мына билікті ішіне отырғандарды тазалап тұрмаса, ақыр соңында барып бір үлкен қақтығысқа апарады. Сол үшін Данияда мысалға демократия елдерге бұған жол бермейді. Бір кіші әсіресе жоғарыда отырған кісілер бір қате жасаса, оларды сотталады. Екіншіден абыройы кетеді. Олар билікке қайтып келе алмайтындай болса, биліктен абыройы кетеді.
Енді Қазақстанда не болды? Не үшін бұл болды? Бұл үш биліктің тармағы жаңағы барлығы жаңағы атқарушы биліктің қолына түсті. Яғни президенттің қолына түсті, бір адамның қолына түсті десек те болады. Бұлар қалағанындай істерін істеп жүре берді. Соттағанын кім сотталды десе, сотта десе сотталды. Парламентқа да былай заңды жасайсың, қол қоясың деп парламенттағы кісілерге де заңға өз қолын қойғызып алды. Бір адам қолынан келем дегенше барлық нәрсені жасады. Бұл қандай тығырыққа апарып бір мемлекетті тығады? Біріншіден, жаңағы парламентта отырған депутатты да бір адам сайласа, соттың да бәрі кімді соттап, кімді соттамайтын адамдарды бір адам сайласа, онда не болады? Жаңағы ол қалаған адамдарды жан-жағына жиып алады. Яғни, ол президент тұра берсін деген адамдарды жан-жағына жиып алады. Мына жағымпаздық та содан шығады. Демек, бұл үш биліктің тармағы бір адамның қолында болады. Бұл не жаратады бірінші? Осы үш биліктің ішінде проблема жаратады. Бір адам үш билікті қолына ұстаған кезде, үш билік бір-біріменен қас болады. Демократиялық елдерде олар бір-бірін бақылап отырады. Кім қате жасады, кім дұрыс жасады деп, істерін атқарып отырып үш билікте үш түрлі құдірет беріп қойған. Ал бұл жерде бір адамның қолына болғаннан кейін, мысалға парламентта заң шығарса, ана атқарушы билік оны жасамайды. Сот, мысалға, ана бір адамның қолына болғандан кейін, ол жасамайды. Үш биліктің еркіндігі жоқ. Біреулер келіседі, бір адамменен бұл билік тармағындағы біреулер әрине келіспейді. Сол үшін проблема шығады. Өздерінің арасындағы кешегі болған атыс шабыста осы проблеманың бірі еді. Мысалға, бір-біріменен бір адам үшеуінің қолына алам дегеннен кейін біреуі көніксе, біреуі көнікпейді. Одан кейін жаңағыдай бір адамды болғаннан кейін өздеріңіз білесіздер, миллиардерлер, олигархтар бәрі жаратылды. Ол арада халық ұмытылып қалады. Халық ұмытылады, халық та наразылығы үлкейеді. Ал бұл жерге келсек, енді мысалға мына графиканы мен жаздым. Енді маған теріс көрініп тұр, сіздерге қалай көрініп тұрғанын білмеймін. Мынау жоғары несі көрсетіп тұр. Мына графты көріп жатсыздар, төмен кетіп жатыр да. Бұл графты төмен кетіп жатыр. Басында Қазақстан егемендігін алғанда халықты үміті жоғары еді. Халық өзін еркін сезетін еді. Бір мемлекетіміз болды, анау мынау өркеті қуанышты еді. Жай-жайдан бұл жаңағы биліктің үш тармағы бір адамды қолына өткен сайын, жаңағы Заманбек марқұмдер қайтыс болып кетті, адам өлтірілгеннен кейін халықтың наразылығы, халықтың жай-жайдан барып экономикасы, халық менен биліктің арасы ажырағандан кейін бұл халықтың сенімі басқа-басқасы билікке түсіп кете берді. Өзіңіз білесіздер, жаңа өзен вақиғасы болды. Ол жаңа өзен вақиғасында бір халық және сенім пайда болды билікке, енді бізді тыңдайтын шығар деп. Бірақ билік тыңдаған жоқ, сол кетісімен кете берді. Одан кейін және түсіп кете берді. Және де жоғары төмен жай-жайдан түсіп кетеді. Ол жерде жаңағы белсенділер шығып, демонстрация жасап, анда-санда мына нелер болды ғой. Халық менен биліктің арасында комиссия болды. Соған халықтың біраз үміті болды, біраз жоғары кетті, және төмен түсті, жоғары кетті, төмен түсті. Соңында мынау енді барып жаңағы Алмата оқиғасы деп жазып қойғанмын. Міне пункт келген кезде Алмата оқиғасы болды. Алмата оқиғасы болды да халық шықты. Енді осы кезде
Бірден жаңағы көрдіңіз, биліктегі отырған бірінші жаңағы екі билік соғысты дедім ғой, бір екі группаға бөлініп. Бір группасы екіншіні жеңгенден кейін, бірінші шалдың туысқандары жұмыстан кеткенден кейін, басқадан кейін халықтың үміті және көтерілді. Бірақ одан кейін билік, жаңадан сайланған билік халық көргеннен кейін және біраз түсіп тұр міне. Мынау бүгінгі жағдай. Көтерілді, бірақ жаңадан билік қараса халық баяғысы баяғы, Байғожаның таяғы деген сияқты болса, сол баяғыдан болған кейін халықтың және сенімі түсті міне. Енді келешекте не болады деп ойлайық. Келешекте екі жол бар. Көріп отырсыздар. Бір жолы, егер Қасым-Жомарт Тоқаевтың билігі осыдан кейін жай-жайдан халықпен диалог құрып, халықтың жағдайын жақсартса, жаңағы олигарх ұрыларды жай-жайдан құртса, халықтың экономикасын күшейтсе, бұл халықтың сеніміне әсер етіп, бұл жаңағы мінердегі басталған билікке сенім жай-жайдан көтеріле береді келешекте. Бұл мына сценария. Жоқ, болмаса, сол бұрынғы биліктің істеген істей берсе, және де бұл бірнеше толқынға апарады. Бұл кіші толқындар болады деп ойлаймын. Себебі қазір бір талай кісінің жаңағы азаматтарды егер құртып жіберіп, не қылатын болса, сатып алса, құртып жіберсе, бұл және бірнеше рет толқын болып, төмен түсіп кете береді. Жағдай төмен түсіп кете береді. Егер бұл Алматыдағы болған жағдай мына сценарияға апармаса, келешек Қазақстандікі, мына жоғары сценарияға апармаса, бұл түсіп апарып, мына сценарияға апарады. Мына сценария деген, көріп тұрсыздар, азаматтық соғыс. Яғни, азаматтық соғыс. Бұл сценария қай уақытта болады? Мен өткендегі Фейсбуктерде де айтқанмын, азаматтық соғыс қай уақытта болады? Бұл жаңағы бүгін біліп отырсыздар, Қазақстандағы жер ресурстың күші менен, байлығы менен мемлекет сақтап отыр. Жаңағыдай армиясын сақтап отыр, халықты жаншып салуға полициясын сақтап отыр, екіншіден экономиканы сақтап отыр. Жаңағы пенсияға шыққан кісілерге пенсиясы беріп, жаңағы балалар жағдай жоқ кісілерге аз болса да әйтеуір өлер өлмес қаражатын беріп ұстап отыр. Егер мысалға қазір 30 жыл өтті ғой, мен экономист ретінде өзімше ойлаймын, және бір 30 жылға Қазақстанның жер байлығы 19-20 миллион халықты осы жағдайда деңгейде ұстап бағып бара беруге болады. Әрине бұл арада жаңағы екінші сценария төменге кете берсе. Бұл төменге кете береді, бірақ мына экономикалық байлық бірден не болып қалатын болса, 30 жылдан кейін бұл болады. Себебі екі түрлі сценария бар экономикалық байлықтан. Біріншіден, мына әлемде жаңа энергия көздері пайда болады. Сол энергия көздерін пайда бірі, мысалы желдермені, мен сол компанияда жұмыс істейтін желдермен. Жыл сайын мысалға, ол біздің Данияның қазір 60%-ға жел күнден сәулесінен энергия аламыз. Ал 2030-да бізде 100%-ға шейін барады. Дания енді әлемдегі бірінші орында тұрған мемлекеттерге саналады. Экономикасы кіші ғой, Данияның 5-6 миллион халқы бар. Бірақ дүниедегі басқа қалған дамыған мемлекеттер де, бұлар да 50%-ға өзін жеткізеді 2030-ға шейін. Сонда газға, мұнайға сұраныс азайып қалады. Ал 30 жылдан кейін деймді, бұл сұраныс азайып қалғаннан кейін күрт бірден Қазақстанның экономикасы түсіп, жағдай өзгереді. Мысалға, жаңа өзенде жалғыз газдың бағасы 2 есе болған өзіне көрдіңіз не жаратылды. Сіз ойлаңыз енді, Қазақстанның экспортқа жіберетін шикі нәрсесін 30 жылдан кейін жартыға түсіп қалса, онда не болады, соны ойлаңыз. Бір секунд өзіңіз ойлаңыз сонда. Мына
Алматадағы болған жағдай бұл ойыншық. Мен сіздерге айтып берейін. Мен Афганистанда туылғанмын, өмірге келгенмін. Негізгі соғыс не екенін сол кезде мен жақсы білем. Адам өлу қандай өледі екенін мен көзіммен көргенмін. Ол сценарий қайталса, бүгін 250 адам ғой қайтыс болған дейді марқұмдар. Ол кезде біз миллионден сөз қыламыз, миллионден. Ол кезде мына байлардың үйіне жарлылар тонап кетеді. Мына биліктегі адамдарды бұттарын айырады, екесі. Мына сондай қылған афгандар, мына биліктегі адамдың үйіне барып, бала шағасының алдына екі бұтынан ортасынан айырғандар бар. Басын кесіп тастағандар бар. Ол сценарияны сіз мүмкін менің айтып атқанымды сіз түсінбейсіздер. Сіздердің ол сценария бүгін бір Қазақстандан Алматаға болған нәрсе, ол 5% Афганистандағы 5% ол. Афганистандағы біз көргендің 5% ол, түк емес. Бұл сценарияны егер мына биліктің басында отырған адамдар бұны түсінетін болса, олар мына жемқорлығын тоқтатады. Ол кезде кеше мысалы Алматаға бірі полицияны сабаса, екіншісі полицияны айырып жүрді, көмектесіп, тиіспеңдер, анау мынау деп, я? Ол кезде полицияны сұрамастан басын шабады сол кезде. Ол халықтың көзіне қан толып кетеді. 1000 снайпер тұрса да, 1000 снайперді 100 000 адам барады, 100 000 қолындағы қарулар менен, таяқ менен быт-шытын шығарады. Олар снайпердер, біз тұрып алып атамыз, анау мынау дегенде, сен неше адамды атасың? Мен көзіммен көрдім, біздің үлкен хотел бар еді. Осы 1 километр жерге, шамадан көзмен көретінде, сол жерден снайпердер Афганистанда мына 100 000 деген адам барды, оларды атты, бірақ сол халық ана хотелдің 5 этажды хотелдің үстіне шығып, снайпердерді сөрден алып 5 этаждан төменге лақтырғанын мен көзіммен көрдім Афганистанда. Ол бүгін полиция құтырмасын, барып әркімді сабап не қылып, ана соты құтырмасын. Ол кезде бүгінгі қылып атқан істерінің 10 істесін, олардың бастарына таттырады халық. Ол күні Қазақстанның басына келмесін деп тілейік. Ол жерде диалог болмайды, анау болмайды, мынау болады. Полицияны бүкіл бала шағасымен халық барып өлтіреді. Үйдегісін, ақшасын, анау мынау бәрін тонап алып кетеді. Ойларыңдар, мына полицияны басына отырған, ана амон дегендер бар ғой. Ол күнге егер Қазақстан халқы жетсе, ол күні ешкім сендерді құтқара алмайды. Бұттарыңды бұт қылат тастайды сол. Жалғыз бұл Қазақстанның басына келген Алматадағы 5% Афганистанда болған нәрсе. Бұл түк емес. Осы егер үлкен бір сабақ болатын болса, Қазақстан халқына айтамын. Ол жалғыз полиция, билікке сөз айтып отқан сөзім емес. Қазақстан халқына айтамын. Егер мынау сабақ болса, Қазақстанның халқына, билігіне, мына бірінші сценарий қайталады. Мемлекет жақсарады, халықтың экономикасы жақсарады, адам құқығы, халықтың билігі жақсарады, бәрі жақсы болады. Екінші сценарийға кетсеңдер, жаңағы мен айтып отқан сценария болады да ол кезде. Енді былайша айтқанда Құдай сақтасын дейміз біздер қазаққа. Бірақ біз өзіміз бір нәрсе жасамасақ, Құдай сақтамайды. Сақтансаң, барып сақтаймын деген. Ол дұға, Құдай сақтасын деген нәрсе жоқ. Егер Құдай сақтайтын болса, 99% Афганистан халқы мұсылман, намаз оқиды бәрі де, ораза тұтады бәрі де, зекет десең бары зекет береді, қажылық десең қажыға барады, оларды сақтайтын еді.
Егер Афганистанның халқын Құдай сақтай алмаса, онда Қазақстанның халқын еш сақтай алмайды. Сол үшін менің айтарым, халыққа да, билікке де диалог болсын араларында. Диалог болсын, жаңағы айтып отқан жаңа биліктің үш тармағы заң шығарады ма? Ол өз еркіменен шығарсын. Оны бір адам барып, мынандай заң шығарасың, менің туысқандарым бар, менің анауым бар, оны сақтайтын заң шығарасың деп парламенттің басына қысым жасамау керек. Парламент, мәжіліс болады ма? Олар еркін Қазақстанның халқыменен диалог болып, не керек Қазақстанның халқына деп, соған қарап заң шығару керек. Билік ол зақты ақтару керек, істеу керек. Ал сотын ол заңды алып, халық та болса, парламентта отырған адам болса да, биліктегі министр болса да, сол заңды алып, сол заң қарап, оны соттау керек. Егер бұл жағдайлар болғанда, бүгінгі біздің мына Алматыда болған жағдай еш болмас еді. Бір жағынан таңғаласын қалай лап ете қалды деп, екінші жағынан бұл табиғи нәрсе. Мысалға, біздің Данияда, батыс елдерде әрбір 4 жыл, 8 жыл болмаса 12 жылда бір билік құлайды. Билікті құлатады, халық сайлау жасайды, билік құрайды, жаңа билік келеді орнына. Ал бұл процесс болмаса, әр 4 жыл болмаса 8 жыл, ең көпкенде 12 жылда бір президент билік ауысып тұрмаса, бұл соңы 50 жылда бір ауысады. Қазақта бір мақал бар ғой, 50 жылда ел жаңа дейді. Бұл сөйтіп тұрады да, 50 жылда бір үлкен соғыс болады, қан төгіс болады да, революция болады. Яғни, екі жол бар. Демократиялық жол таңдаған мемлекеттердің билігі шамадан 8 жылда бір ауысып тұрады. Ал диктаторлық жолды таңдаған мемлекетте 50 жылда бір төңкеріс, үлкен қан төгіс болады да. Менің мына Алматыға болып жатқан жағдайда мен төңкеріс, қан төгіс үлкен нәрсе деп санамаймын. Мен өзімді көрген, өзімді білгеніме қарағанда, ол кезде ол басқаша болады, жаңа айтып кеткен сияқты. Сол үшін біздер халық болып жаңағыдай диалог, бірінші халық бір-біріменен жарайды, биліксіздермен сөйлеспейді, өздеріңіз топ-топ болыңдар, ағайын топтары болыңдар, мына Facebook бар, WhatsApp бар, ақылдасыңдар бір-бірімен, ойласыңдар, ру болып топтасыңдар, қала болып топтасыңдар, жаңағыдай топтарыңда араларыңа бір-бірімен сөйлесіп, бір-біріңе сенім артыңдар. Ал сол кезде барып, ендігі бір бейбіт шеру болатын болса, сол арқалы шығып, жаңағыдай өртемей, ұрмай, сабамай, өздеріңдің құқықтарын талап етіңдер. Егер бір-бірлеріңмен танымасаңдар, бір-бірімен топ болып сөйлеспесіңдер, неғымасаңдар, ертең және де араларына бүлікшілер кіріп, жаңағы биліктің өзінің арасындағы соғыстар болып, бір-біріменен ортада халық қырылады. Сол үшін біздің мысалы Данияда да қалай бұл неден патшалықтан, диктаторлықтан халық құртып, демократияға ауысқан себебі де халық топтасты. Мысалға, туысқан болып топтасты, қалалық болып топтасты, жұмыс орындағы, мысалы, экономистер өздері бір-бір топтасты, теміршілер өздері топтасты, сөйтіп топтасып, бұл Даниядағы жаңағы диктаторлық билікті 250-300 жыл бұрын құлатты. Бүкіл Еуропада да солай қылып құлатты. Сол үшін бір-бірлерімен сөйлесіп, ақылдасып, ойласып, бір-бірлеріңді танып, қозғалған өте маңызды. Одан кейін жаңағы қан төгіс нелерінде алдын аласыздар. Егер жаңағыдай бір бұзға топ келетін болса, сіздер ол жерден шегініп, сразу үйдеріңізге кетуіңіз керек, аналарды жалғыз қалдыруыңыз керек. Оларға еріп кетпеу керек та, мысалға, жаңағыдай революция жасайын деп. Бірақ революция ол өз-өзінен келеді. Оны қаласаңыз, қаламасаңыз келеді. Ол жаңағы революция айттым ғой, қай уақытта келеді? 30 жылдан кейін шамадан жер ресурстары Қазақстанның керексіз болады, и бітеді. Ол кезде сіз қаласаңыз да, қаламасаңыз да үлкен соғыс болады. Ол неге десең, халықтың экономикалық жағдайы күрт өзгеріп кеткеннен кейін,
ол халық сразу шығады. Ол сізден сұрамайды, менен сұрамайды, басқадан сұрамайды. Халық бассыз болып кетеді, бассыздыққа айналып кетеді. Одан кейін қолына келген, жаңа айттым ғой, бай болса үйіне ұрлыққа түседі, министр болса барып сенің кінәң деп, полиция болса сенің кінәң деп оларды өлтіреді. Сондай бір бассыздық болады мемлекетте. Ол енді өте қиын жағдай. Біз Афганистанда басымыздан өттік қой. Ол өте қиын жағдай. Сол күнге бармасын, сол күнге біз жетіспейік деп тілейік. Мына қазіргі Алматыдағы болған нәрсе бізге үлкен сабақ болу керек та. Ал жақсы, достар, менің айтып отқан осыет, енді біз үлкен дәріс сабақ алуымыз керек деп ойлаймын осыдан. Мен сұрақтарыңызға әңгімені көп қылмау үшін мынаны өшірейін, сосын жазба түрде сізді осы Facebook'ның төменінде жазба түрде сіздің сұрақтарыңызға жауап берем. Сосын жаңағы мына сызған графиканы да жаңағы 3 биліктің да несін суретін осы чаттың төменінде қоям. Сау, саламат болыңыздар, аман есен болыңыздар. Тілектесіңіз Акбар Аюби Даниядан.